Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін мен баклажаннан салат жабатын боламын. Өте керемет, дәмі өте керемет тәтті баклажан салатын жабатын боламын. Мінекей көріп отырғандарыңыздай сұйық емес, әдемі, барлығы әдемі болып шыққан, езілмеген ешқандай. Түсі де қандай керемет. Осы салатты жасап көріңіздер, өте керемет дәмді салат болып шығады. Алдын ала қызанақтарымның бәрін жуып тазалап, ет тартқыштан өткізіп алдым. Енді баклажанымды жуып тазалап, осындай әдемі балғын түрін алыңыздар, өте қатты үлкенін алмаңыздар. Үшке бөліп, міне көріп отырғандарыңыздай, ортасында дәні аз, осындай түрін алыңыздар. Үшке бөліп, 4 бұрыштап турайтын боламын. Міне осылай 4 бұрыштап текшелеп турап алыңыздар. Мінекей, осындай турап алдым. Барлығын бір ыдысқа салып, мінекей барлығын осындай 4 бұрышты қылып турап алдым. Енді осы баклажанның үстіне 2 ас қасық тұз саламын. Тұзды салып, жақсылап араластырамын. Баклажанның аштысы кету үшін өстіп тұз салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, ауыр затпен бастырып қоямын. Баклажаным 1 сағат тұрады. 1 сағаттан кейін баклажанды қатты сығып, суын төгіп тастаймыз. Мінекей, енді бетін жауып, ауыр затпен бастырып қоямын. Аштысы кетеді баклажанның, әрі қара түсі кетеді. Баклажаннан қара түс шығады. Мінекей 1 сағаттан кейін мінекей осындай суы шықты. Бұл суды төгіп тастаймын. Баклажандарды қатты сығып, басқа ыдысқа салып аламын. Енді қызыл болгар бұрыштарымды алып, оларды да осылай текшелеп турап аламын. Қазаныма, қыздырылған қазаныма 300 грамм миллилитр, 300 миллилитр сұйық майымды құйып, қыздырып, бірінші баклажанымды бағанағы қатты сығып алған баклажанымды қуыратын боламын. Мінекей майым қызды, баклажандарымды салып, осы баклажанымды жақсылап сарғайтып қуырамын. Анда-санда астын қозғап араластырып тұрыңыздар. Асты жабысып қалмас үшін. Жақсы қызарғанша қуырамын. Міне баклажандарым жақсы қуырылды. Енді ыдысқа осы қуырылған баклажандарымды салып аламын. Бөлек бір ыдысқа салып аламын. Салып алғаннан кейін осы баклажан қуырылған сұйық майыма алдын ала 4 бөлікке бөлініп туралған пиязымды қуыратын боламын. Қазіргі пияздарды білесіздер, өте қатты және ащы. Сол себептен пиязды әбден жақсылап қуырыңыздар, ұзақ қуырамыз.
сарғайғанша қуырамыз. Баклажанды қуырып алған сұйық майыма қуырып жатырмын. Басқа ешқандай май құйған жоқпын. Қазанға қуырсаңыздар болады. Енді пияздың үстіне болгар бұрышымды салып, бұны да жақсылап қуырып аламын. Қазанға қуырсаңыздар болады, болмаса түбі жалпақ, үлкенірек сковородкаларыңыз болса, баклажан сиятындай болса, сковородкаға қуырсаңыздар болады. Енді осы қуырылған пияз бен болгар бұрышының үстіне алдын ала тартылған қызанағымның соғын құйдым. Мені жақсылап бір араластырып алдым. Енді осының үстіне тұзымды, шекерімді саламын. Қайнап шыққан соң ашты бұрышыммен сарымсағымды салдым. Міне жақсы қайнап жатыр. Енді үстіне тұз, шекер, шитмай саламын. Тағы да бір рет араластырып, қайнаған соң үстіне алдын ала қуырылған баклажанымды саламын. Баклажанның түрі қап-қара деп қорықпаңыздар. Салатымыздың түрі қарайып кететін болды деп уайымдаудың қажеті жоқ. Салаттарыңыз өте керемет болып, әдемі болып шығады. Ол баклажанның өзінің сондай түсі. Мен енді қолымның әлі келгенінше баклажанымды сығып, суын кетірдім. Енді баклажанымды салған соң жақсылап тағы да бір араластырып қоямын. Енді қайнағанын күтемін. Баклажанды салғаннан кейін, қайнап шыққаннан кейін тағы да тұзын көріңіздер, өздеріңіздің дәміне қарай тұз салыңыздар. Тұзы кем болса, менде тұзы кем болды. Тағы да тұз салдым. Енді қайнап шыққаннан кейін баклажанымызды салған соң 30 минут қайнатамыз. Мінекей, салатымыз дайын болған сияқты. Отыз минуттан кейін алдын ала дайындалған, буланған банкаларыма салаттарымды құйып алдым. Менде 2 литрлік банка, мінекей керемет әдемі болып шықты. Түсі ешқандай қап-қара болған жоқ. 2 литрлік банкіге қатты толтырмай бір шай қасық уксус құйдым. Банкілерімнің бәрін жауып алдым. Банкілеріңіздің қақпағын жақсылап тексеріп алыңыздар. Содан кейін қақпағын төмен қаратып, банкілеріңізді жылы орап 1 суткаға қоясыздар. 1 суткадан кейін салқын жерге сақтасаңыздар болады. Егер де менің осы видеом ұнаса, подписаться етіп, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.
Алда тағы да видеолар болады. Сау болыңыздар.